Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары. Информатика пәнінің мұғалімі Сайлауова Дидар Әбдіғаппаровна. Бүгінгі тақырыбымыз компьютерлік графиканың түрлері, негізгі мүмкіндіктері мен қолданылуы. Сабақтың мақсаты графикалық редактордың түрлері, графикалық редактордың негізгі көрінісі, графикалық ақпараттың нүктелік, векторлық және фракталды көрінісі туралы мағлұмат беру. Білім алушылардың графикалық редактор ұғымымен таныстыра отырып, дүниетанымдарын, ой өрістерін, пәнге деген қызығушылығын дамыту. Компьютерлік графика терминіне келсек, компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді, суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы болып келеді. Компьютерлік графика қолдану әдісі бойынша мынандай негізгі салаларға бөлінеді. Ғылыми графика, іскерлік графика, конструкторлық графика, суреттеу графикасы және жарнамалық графикада кеңінен қолданылады. Компьютерлік графиканың негізгі түрлеріне келетін болсақ, ол растрлық, векторлық, фракталды және үш өлшемді. Растрлық графика. Растрлық графика кескіндер түрлі түсті нүктелерден тұрады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады. Және әрбір пиксельге компьютер жадында ящик қажет. Пиксель дегеніміз монитор экранында кескіннің минимал элементі. Квадрат пішіндес болады. Растрлық кескіннің сапасы пиксель саны мен түстеріне тікелей тәуелді. Яғни балалар, растрлық кескін дегенімізде көз алдымызға мозаика елестейді. Енді келесі векторлық графика. Бұл нүктелер, сызықтар, шеңберлер, төртбұрыштар және басқа да геометриялық примитивтерді пайдаланып, компьютерлік графикалық кескінді өрнектеу. Векторлық кескіндеудің негізгі құндылығы сапаны жоғалтпай шексіз үлкейтуге болады. Оны келесі тәжірибелік сабағымызда көрсететін боламыз. Егер растрлық графикада база элемент нүкте болатын болса, ал векторлық графикада сызық болады. Фракталды графика. Фракталды кескіндер қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатқан кескіндердің бірі. Фракталды геометрия, фракталды графика 70-ші жылдарының аяғынан бастап математика және компьютерлік суретшілер арасында кең қолданысқа ие. Фрактал сөзі латын тілінен аударғанда фрактус, фрагменттерден тұратын деген мағынаны береді. Алғаш рет математика саласының әйгілі ғалымы Бенуа Мандел Брод 1975 жылы ашқан болатын. Компьютерлік графика фракталды кескіндер табиғи құбылыстарды салу үшін кеңінен пайдаланылады. Фракталды графика мен фрагпоинт 4.0, арттаблер, ультрафрактал және тағы басқа да бағдарламалар жұмыс жасайды. Үш өлшемді графика. Үш өлшемді графика көлемді объектілер бейнелеуге арналған тәсілдер мен құралдардың жиынтығынан тұратын компьютерлік графиканың бөлімі. Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар 3D Max және де AutoCAD. Бұны жоғары оқу орнынан барғанда кеңінен оқуларыңызға мүмкіндік өте көп. 3D Max үш өлшемді графика қолданылуына қарай ғылыми есептер, инженерлік жобалар, физикалық нысандарды компьютерлік модельдеу, машина жасаудағы бұйымдар, бейнероликтер мен сәулетте кеңінен қолданылады. Енді келесі растрлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ. Растрлық графиканың артықшылығы сурет салу қарапайымдылығы, күрделі бейнені жылдам өңдеу мүмкіндігі. Кемшілігі бейнені үлкейткенде сапаның бұзылуы, бейне сақталған файлдың көлемінің үлкендігі. Векторлық графиканың артықшылығы көлемінің шағын болуы оңай түзетуге болады. Кемшілігі шынайы бейнелерді құрудағы қиындық. Суреттің алдында бейнені алдын ала өңдеу қажеттілігі. Келесі сабағымызда бұл тақырыпты тәжірибелік сабақпен алмастыра отырып, кеңінен ауқымды түрде сіздерге көрсететін боламыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.